Енді ол жігітті мен өзім жақсы танимын, бала күннен танимын. Әкесіне кондуктор болып жүретін. Бала күннен танимын. Жақсы 10-15 жылдық стажы бар. Жақсы жігіт бұл. Енді жазым деген аяқ астынан дейді. Ол әдейі істемейді ғой енді. Солай болып қалды, қайтесіз енді. Атақ өзі ұқыпты, жақсы жүргізушінің бірі еді. Әкесі де жүргізуші болған қарап, бізде жетінші паркте механик болып істейді әкесі. Ол қазір жағдай білмеймін ғой енді. Мен заң саласын істемеймін олар. Енді мен хабарласып тұрамыз ғой, енді ол ұйықтап кеткен ғой енді көзделініп. Тем более, енді шаршағандық шығар деп ойлаймын енді. Құс ұйқы дейді ғой, таңертең ерте тұрады, кешке кеш жатады солар. 5-10 минут кішкене құс ұйқы бар, соған тура келіп қалды деп отырмын өзім ойым. Сондықтан кішкене жүйе дұрысталса, жүргізушілердің құқығы қорғалса, бізге жағдай істесе, үй мәселесі көп шығады, ипотека қалады. Мысалы 10 миллион тұратын үйді 20 миллион, 30 миллион қып төлейді. Кішкене жеңілдіктер берсе үй мәселесіне, кішкене жаңағы курорттарға жіберсе, сондай жеңілдіктер жасаса деген үміт менікі. Мен өз жеке ойымда айтып отқаным. Таң сағат 4-тен тұрамыз. Енді закрывашка болатын болсаңыз 11-де 11:30-да бітіресіз. Пока заправка жасап, одан кейін мойкаға барасыз. Мәшин жуытырасыз, одан кейін автопаркқа барып қоясыз. Сөйтіп жүргенде 12:30-1 болады, үйге барасыз, 2 болады. Шай тамағын ішер ішпес құлайсың, сағат қайтадан 4-те тұрасың. Енді есебінен бара беріңіз, күнде 2 сағат, ары кетсе 3 сағат ұйықтаймыз.